Видео 2 аптадай шықпай кетті, оның өзінің себептері бар, біз видеоны бастаймыз. Хей, барлықтарыңа ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Мико. Достар, бүгін мен сендерге Оружие мод қалай және қай жерден скачать етуді көрсететін боламын, туториал көрсетемін. Достар, соңғы 3 видеоға сіздер кәдімгідей маған активно жинап бердіңіздер, сіздерге ол үшін өте көп рахмет. Мына видеоға почти 1000 просмотр жинап бердіңіздер, сіздерге көп рахмет. Ал біз видеомызды бастаймыз. Стоп, так, достар, сендерге жаңа біздің мақсатымызды айтайын. Қазір біздің каналда 64 подписчик бар. Достар, давайте барлығымыз бірігіп 22 наурызға дейін, қазақтың киелі күніне дейін 100 подписчик жинап тастайық, достар. Бұл біздің жаңа мақсатымыз. Ал біз видеоролигімізді бастаймыз. Так, достар, ең алдымен Play Marketке кіріп, Оружие мод Minecraft деп жазамыз. Содан кейін ең біріншісіне басамыз. Және де установить дегенді басамыз. Менде удалить немесе открыть деп тұр, себебі мен уже скачать еткем, ал сіздерде установить деп тұрады. Сосын установить дегенді басамыз. Так, достар, скачать етілген соң программаға кіреміз. Загрузка болып жатыр қазір. Мінекей программаға кірген соң дробашты көріп тұрсыздар ма? Simple Real бір нәрсе деп тұр. Соған басамыз. Мінекей установить деп тұр. Осы установитті басамыз. Сосын установитті басқан соң мінекей вы готовы, загрузка болып жатыр. Осы загрузканы күтеміз. Так, достар, сіздерде скачать еткен соң обнаружен бір нәрсе шығады. Мен осы уақытқа дейін скачать еткен соң менде ол шығып жатқан жоқ. Создать мир, мінекей творческие продолжения. Өздеріңіз білесіздер деп ойлаймын ары қарай. Так, дұрыс, так. Показать координаты. Сосын всегда день. Так, енді наборы ресурсқа кіреміз. Мои наборы, мінекей достар, активировать басамыз. Но жаңағы біз скачать еткен мод активировать, наборы параметров, мои наборы, мінекей. Но жаңағы біз скачать еткен мод активировать, продолжить. Так, и создать мир. Так, загрузка болып жатыр. Күте тұрайық кішкене. Мінекей достар, карта создать етілді. Так, содан кейін кіреміз. 4-ші несіне кіреміз. Мінекей достар тұр. Білем, достар, аз оружияға мод тұр. Егер сіздер тағы да басқа оружияларға мод қалсаңыздар, комментарияға жазыңыздар. Так, мінекей қарыңдар, достар, қалай айтылады. Көрдіңдер ма, достар, дауысы четкий, дробаштың дауысы ғой енді. Так, ақтыздықтар бітсін. Так, мінекей достар, снайперлар, сондайлар. Егер сіздер МК, калаш, тағы да басқа оружияларға қаласаңыздар, міндетті түрде комментарияға жазыңыздар. Мен екінші часть түсіретін боламын. Так, достар, ма жесткий идея кеп тұр. Мен қалай атылатынын көргім кеп тұр. Мінекей көріп тұрсыздар ма, аттым. Осындай точка сияқты қалып қалады екен. Қазір стенаға атып көретін боламыз. Мінекей тағы аттым. Достар, енді дауысы қаттынаңшы. Так, андай жазатын доскалар қайықта, ё-моё. Так, мінекей оларға енді челсе, так, қойықшы. Так, давайте мына қоя салайық. Так, енді атып көрейік. Так. Блин, қайықтан ол? Тоқтат, тағы да бір рет атып көрейік. Қазір ақсыздықтар кетсін. Так. Тағы артында өтіп кететкен, достар, мінекей. Баған 2 рет аттық біз, мінекей өтіп кететкен. Онда стена ала салайық, мінекей. Так, доски ала салайық. Осыған енді көріну керек. Так, осылай. Так, осылай. Блин, ладно, қойып кет. Қойсылайық. Так, енді атып көрейікші, енді көріну керек, достарына, стенаға. Так. Мінекей, достар, көріп тұрсыңдар ғой, мінекей. Аттық. Так, давайте басқа намайт көрейік. Ух, ё-ма, нанды дауыс қатты екен. Мінекей, достар, осындай енді. Так, көрініп тұр деп ойлаймын. Так, намайт сынып кетті. Күшіктап алдым ғой, ё-моё. Мына жер сынып кетті, жөндеп қою керек. Мына полды шы. Мына стенаны жөндеп қою керек. Ауылға барып келейші, не отыр? Чё там, жительдар? Мағым келіп қан? Ассаламалейкум. Я тут молдавать не пришел. И айтишка. Ақша бар ма? Ақша бар ма деген, сен кімсің вообще? Ақша жоқ менде. Қаласың да ақша жоқ, саған сөйлеп тұр. Кетші, ішіп алған біреу маған. Саған тоқта едім ғой, не тыңдамайсың? Қазір мен сені алып тастаймын. Қой, айбай!
Сен больнойсың ба? Мен басым айналып жатыр. Қаяққа қашып баратсың? Вот и все. Вот и все моя жизнь. Маму жалко. Плакать будет. Может быть, мать чаще переполнилась. Ну все. Пока. Мінекей достар, осындай қысқа кино болды. Егер кімде-кім мені түсінбесе, сендерге рэкетир 1 мен 2-сін көруге кеңес беремін. Ал кімде-кім рэкетир көрді, мені түсінді деп ойлаймын. Егер сіздер көріп түсінгендерің болса, комментарияға мен көрдім деп жазып кетіңіздер. Ал осымен видео аяқталды. Егер осы туториал мен видеоролик сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп лайк басып кетейік. Сіздермен бірге болған мен Мико. Аман сау болыңыз.